Всем здравствуйте, это очередной подкаст Алма Лиги КВН, в котором мы общаемся с КВНщиками, бывшими, нынешними, играющими в нашей лиге, в других лигах, в казахской лиге, везде, короче. Мы хотим просто пообщаться с КВНщиками и узнать, как они живут, чем дышат. И еще раз напоминаю, что Алма Лига КВН у нас проводится при поддержке управления молодежной политики акимата города Алматы, за что им огромное спасибо, что развиваете КВН-движение на казахском, на русском языке у нас в городе, в Алматы, потому что это важно, потому что, как вы знаете, молодежь города Алматы — это самая креативная молодежь нашей страны, и поэтому спасибо вам еще раз за поддержку. Акимат, One Love. И у нас сегодня в гостях еще один чемпион, обладатель Кубка Алматы, трехкратный подряд чемпион города Алматы во всех фестивалях. Команда Реал Мадрид и Гани у нас сегодня в гостях. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, как дела? Жақсы, рахмет шақырғаныңызға. Құтты болсын. Рахмет. В первую очередь құтты болсын. Чемпионство биыл 3-ші жыл қатарынан аласыз. 3-ші жыл қатарынан Реал Мадрид командасымен чемпион болып отырмыз. Алдыңғы шығарылымдардың бірінде Ильяспен сөйлескенбіз. Ильяс сол кезде айтады да, жаңағы вот осылай 3 жыл қатарынан енді Реал бір пятикратный чемпион болды ғой, бізде пятикратный амбициямыз бар дейді. Орыстың бір сөзі бар ғой, как назовешь корабль, так он поплывет деген сияқты. Сендер, кажется, атауымен точно түскен сияқтысың. Сол атты жақсы таңдаған сияқтымыз. Сол Реал Мадридтің арқасында чемпион болған сияқтымыз, сол аттың арқасында. Неге Реал Мадрид айтпақшы? Біз негізі қатты ойламадық ше, не ат қоямыз дегенге. Ильяс айтты ойдым, давай Реал Мадрид болайық деп. Давай деп, біз командада барлығымыз Реал Мадридтің жанкүйеріміз. Бәріміз Реалға болеть етеміз, сол үшін қойдық. И Реалдың жолын берсін деген ниетпен жолын беріп жатыр, шүкір әйтеуір. Жыл қатарынан алып. Бірақ енді биыл сендер бір ерекше дайындалған сияқтысыңдар. Себебі жыл сайын көреміз ғой, сендерден де кішкене на кайфе, на расслабоне болсыңдар да, биыл прям кәдімгідей четко дайындалып. Дұрыс айтасың, негізі біз алдындары жеңіл, өзіміздің еркімізбен дайындалдық. Осы жолы кәдімгідей жігіттер серьезно қарайық деп, осы жолы беріп қоймайық деп, алдыңғы 2 рет чемпион болғаннан кейін бұл жолы да алайық деген ниетпен жақсы дайындалдық. Неге ол жаңа ғана 2 жылдық чемпионствоның бір жауапкершілігі қысты? Сондай бар екен негізі. Жауапкершілігі де қысып қояды екен. Ұтылып қалсақ қалай болып қалады екен деген сияқты. Сол үшін ғой жанымызды беріп дайындалдық. Бір аптадай дайындалдық қой негізі. Серьезно қарап. Бірақ енді сендердің командалар, енді я же редактировал все команды, смотрел, и получается сендер андай кәдімгідей бірінші редакторға келген кезде пойдет материал болды, келесі күн вообще басқа материал, үшінші күн уже бір напичканный, плотный, прям кәдімгідей тоқтамай жұмыс жасағандарың байқалды. Бірақ командада енді медиа адамдар көп қой, уақыттар жоқ. Бізде сондай шүкір әйтеуір. Олжас дейтін біздің Байгайстанға түсетін Олжас халық атты образымен біздің ағамыз бар, Олжас деген. Сол кісі бар, тағы Бекзат деген жігіт бар тоже. Біз негізі командамызға Алавуд деген, біз өзіміз ютубқа, тиктокқа, инстаграмға контент түсіреміз. Алавуд деген 3 жігіт бар, мен, Ильяс, жаңа Бекзат деген жігіт. Солай ютубқа контенттер түсіреміз, тикток, инстаграмға. КВН не верт сол контентке дейін жету үшін сендерге жалпы? КВН жалпы өзіме КВН достар берді, осы қазір араласып жүрген ортаны берді. Қалай әзіл жазу, қалай әзіл жеткізу, соның барлығын осы жайдарман КВН берді. Қашаннан бастап ойнадың? Мен негізі мектепте бастағам КВН ойнап қазақша. Мектеп лигасында, одан кейін осы Алматыға оқуға түскеннен кейін осы Мешфакқа ойнап жүрмін. Атуға оқуға түстім 2019 жылы. Сол жақтарда Мешфактар ойнап жүрдім. Сосын жоғарғы лигаға түстік. Жоғарғы лигада ойнадық 2 жыл. Орысша лиганың да қатар алып жүрдік. Сол. Орысша мен қазақша ойнаудың нелері бар ма? Қиыншылықтары ма, бір-біріне ұқсамайтын нәрселері бар ма? Негізі бізге орысша ойнаған ұнайды негізі. Білмеймін, жеңіл, біз еркін ойнаймыз орысша ойнасақ. Ал қазақшада кішкене қысылып қаласың, мынаны айтуға болады, мынаны айтуға болмайды деген сияқты. Орысшада оңай, андай рамка жоқ. Кез келген нәрсе айта бересің. Сочи, басқа лигаларға ойнауға баруға бір амбицияларың бар ма? Сочиға негізі жоспарлап отырмыз, бұйырса спонсорлар болса, осы келесі маусымда Сочиға барсақ деген ой бар. Өзіміз.
Неге ол Сочиға бару бір мақсат па или просто көріп қайттым ма ол жақта? Негізі көріп қайту ғой. Нағыз КВН сол жақта деп ойлаймыз. Көбісі барып келгендер ар жақ атмосферасы басқа деп. Соны да сезініп көргіміз келеді. Ойнап өзіміз сол жақта бағымыз сынап. Бізде негізі мындай жоспар бар. Осы Алма лиганың аясында осы біз енді қолдап жатыр, шүкір, қаланың әкімшілігі қолдап жатыр, жастар саясат басқармасы қолдап жатыр. Соның мынандай бір не бар, ой бар. Жалпы Алматыда и так бүкіл креативті жігіттер мен креативті балалар қыздардың бәрі осы жақта шоғырланған. И сонда неге өзімізде осындай бір Сочи сияқты тусовка жасамасқа деген ой бар негізі. Негізі тусовка бар ғой. Тусовка и так бар. Алматыда бар ғой тусовка. Маған ұнайды неге өзіміздің осы Алматыда тусовкалар барлығы жақын бауырларымыз ғой. Ар жақтағы тусовканы көрмедім енді, ол жақта қалай атмосферасы қандай екен. Менде мындай болды. Бізде де жаман емес сияқты. Бізде өте жақсы. Себебі алғаш рет мен Сочиға барған кезде тоже жаңағы қысады телевизорден көрген бұл Сочи, енді мен орысша ойнадым ғой. И тем более ол жақтың бәрін естіп алғансың. Кезінде ана Вокруг ТВ деген сайт болатын, тікелей эфирде қарайсың олардың ойындарын. Есіңде ме ана сары көк занавескалар болатын, сол кезден бері қарайтынбыз да. И ана жаққа барған кезде андай болатын тоже, не деп, слишком ответственный сияқты деп. Бірақ бірінші разочарованиемді айтайын. Ана жаққа барған кезде ол жақтың тусовкасы біздің тусовкамен бірдей, короче. Прикинь, командалар көп, базар нет, разношерстный, андай дайындалған жағынан, андай реквизиттер, бізде реквизит ойнамайды ғой. В основном, короче, уже машина жасайды, бейті, аналар прям машина жасап, андай үлкен шкафтар, бірдеңе реквизитке көп назар бөледі. Ол жақта детально қарайды екен, қатты. Өте детально қарайды. Каждый іске өзінің адамы бар, жұмыскер бар. Бірақ жыл сайын барған сайын риза болатын бір нәрсем бар. Андай расписание шығады, енді күнделікті расписание шығады. Ертең білмейсің, сен қашан ойнайтыныңды, ертең ойнайсың ба, бүгін ойнайсың ба, онар күн ойнайсың ба, білмейсің жаңа бірінші турда. И күнде андай режимде жүресің. Мен бүгін ойнайын деген режимде жүресің. Костюммен не істеп дайындалып, бірақ бір рет түнде расписание шығады, жаңа кешкі сағат 11-де ма, 12-де ма, біз неде отырмыз, дайнерде отырмыз бәріміз. Сол кезде расписание шыққан кезде жаңа қазақтардың бір командасы таңертең 9:30-10 шамасында тұр. Сол кезде бүкіл ана жердегі адамдар айтады: "Блин, казахи, вы что, вы завтра играете?" дейді. С утра, да, десе. "Это что, нам придется рано вставать и идти туда?" дейді. "Почему вы же можете потом в записи? Не, казахов надо вживую смотреть." дейді. Қандай риза болып қаласың же кәдімгідей. Прям кәдімгідей Қазақстаннан келген командаларды, әсіресе осы Алматыдан келген командаларды аузын ашып қарайды. Екінші разочарованиемді айтайын ба КВН-дағы? Мен 2015 жылы высший лиганың финалында залдан көрдім ғой. Камызяки чемпион болатын жылында. И вот алғаш рет жаңа телевизионный вышканың несінде, түсірілімінде болдым. И хочешь прикол? Дәл осындай ол КВН ғой. Вообще андай не жоқ. То есть олар продакшн жыртады екен енді все. Съемка. Сол ғой, мен айтқан. Ана сахнаның арты кәдімгі үлкен дейді да. И бүкіл командаға әрқайсының өзінің админдары жүреді дейді. Әрқайсының өзінің орындары болады. Съемка жағынан там 12 камерамен түсіре ма, сондай бірдеңе продакшнды өлтіреді екен. Бірақ фактически ощущение сен ойында отырасың ғой. Вот Қазақстанда қандай ойында отырасың, дәл сондай ойындарда отырған сияқты. Ол кезде қателеспеймін, Спартаның алғашқы финалы 2015 жылы, сол кезде біз енді Спарта командасының қолдауға барғанбыз. Уәде етіп қойғанбыз: финалға өтсеңдер. Мен екі рет, кстати, солай сөзден авария болған. Бірінші рет жаңа Спартаға айтқам, финалға өтсеңдер, сол жылы мен сендерді барып, короче, типа қолдаймыз деп, бірге жұмыс жасайтын адамдармен бірге в итоге барып Москваға барып қолдап кеттік та. И осында есіңде ме, тот самый КВН деген фестиваль өтетін, бас лиган. Сол кезде Не кипишуй командасы влог түсіріп жүрді, мен камераға айтып қаламын ғой. Ойлашы, маған келеді түсірген, мен камераға айтып қаламын: "Сендер вышкаға өткен сезон, мен сендердің фестивальдеріңе, бірде 8-деріңе барам" дейді. Олар сол жылы өтеді ғой. Бардым, и андай екен, жаңағы енді өзіміздің жігіттер, бәрін танисың, жаңағы ана жаққа барып қолдап, мен кәдімгідей еще текстовый трансляция өргізетін. Мәселен, Қақаши деген каналым бар, сол жақта, короче, текстовый трансляцияны өткізіп отырдым да. Ойлашы, немен шығады ғой, Рақымжан Жақайымның тейдрит дейді, көңіл сол трекпен шығады ғой. Ана жерде жүрегің кәдімгідей тітіркенеді екен. Отырып қарасам, тағы бір 10-15 шақты қазақтар бар, ана жерде студенттер, короче, келіп
ойнап қатты қолдайды, кайф келді. Да. Сол жағынан. Бізде вышкаға өтсек бұйырса келесіз бе қолдауға? Бұйырса, міне Болды. камераның алдында камераға. айтайын, иә, высший лигаға өтіп жатса Реал Мадрид командасы. Енді бірақ енді сіздер ол кездер енді атауларыңды ауыстырып Иә, тұратын басқа шығарсыңдар, болатын себебі болса, иә андай авторлық құқықпен попадать болып қалуы мүмкін деген сияқты. Бірақ барам, не жалпы негізі андай айтады ғой бәрі, ой, не істейміз, қиын, барып келу керек. Иә, көру керек қой. Көру керек. Қымбат емес, Москваға да бару, Сочиға да бару қымбат емес. Сочида бір 2 апта болу міндетті емес негізі. Бір апта барып көріп, ан жақтағы атмосфераларды несеп, содан кейін келуге болады деген сияқты. Қандай жоспарларың бар? Жалпы бетикратный болатын ойларың бар ма енді? Бұйырса иә бар. Оған дейін біз негізі осы ойынға түскен кезде бірінші орын аламыз, одан жеңіп алған ақыға жаңағы ютубқа контент түсіреміз дедік. Бұйырса соның сценарийін жазып отырмық қазір. Ертең қалай ақша түседі, солай түсірілімді. Бізге рахмет айтып ұмытып кетпеңдер енді. Жоқ, Алма лигамен осы жерді пайдаланып отыра айтып кетейін. Барша осы Алма лиганы ұйымдастырушыларға сізге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге. Біз әкімшілікке рахмет білдіреміз, себебі призовой фондты біз енді көтеріп отқан жастар саясаты басқармасы, иә, біздің достарымыз, біздің бауырларымыз ол жақта да осылай, давайте лиганы жасайық деп андай орыс тілде. Енді кейбір кезде андай болады ғой, көп әңгіме бар қазір деген, зачем бізге русский КВН деген сияқты. Жоқ, керек. Керек, жоқ, шынымен керек. Менің позициям сондай, керек екен, себебі біріншіден енді жаңағы шетке шығып көру деген сияқты басқа командалармен танысу, сосын о жақтарда ойнап көру, о жақтағы идеяларды алып келіп, осы жақта Қазақстанда іске асыруға болады деген сияқты. Титрға жазып қоямыз ғой астына. Все. Алма лига рахмет. Все, міне көрдіңдер, біз деген оны ертең бақылап отырамыз. Рахмет, Ғани. Давай, 4-кратный, 5-кратный чемпион болыңдар, күтеміз. Иә. Обладатель Кубка Алматы в этом 2025 года. Комментарий жазып, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Давай.